Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардақ Байқадамқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін осындай қоян тапочка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керек табан. Менде осындай табан. Іш жағынан тоқылады. Жібі дайын осындай. Мендегі 32-33 размер. Бұл тоқылғаннан кейін маломерка болып қалады ау деймін. Бір размерге өйткені ішінен тоқылады ғой. Одан кейін крючок номер 2. Осындай тапочка тоқитын крючогымыз. Маркер, қайшы. Одан кейін жіп, менде велюровый жіп. Мынау китайский, Қытайдан келген велюрді осындай. Осындайын 2 түсі менде. Одан кейін мынандай көзі мен аузына тоже велюрдан менде осынау фирманың кімі. Лавита, бұл да велюр жіп. Лавита ярым дейді, велюр. Мынанкі жұмсақ и андай жіңішке екен. Мынау чуть қалыңырақ. Қараңыздар. Екеуінің разницасы бар. Мынау жуандау, мынау чуть жіңішке. Қызыл и қарадан алдым. Ал ендеше бастайық. Мына жіп жуан болғаннан кейін менде тағы да 1-2 қатар тоқса болатын еді, бірақ мына жағына бірақ шығайын деп тұрмын. Табаным кішкентай, жібім жуан болғаннан кейін осылай тоқтаттым. Құлағын кішкене қысқалау қойып қойдым. Егер ұзартам десеңіз, мына жерге тағы да екеуден 2 қатар тоқып ұзартуға болады. Оны видео барысында айта жатармын. Ал ендеше бастайық. Табанымызды аламыз мындай жерін. Содан кейін міне арнайы осындай петлялары бар дайын. Мына жағын мындай. Мына жақтан бастаймыз. Мына жерден примерно осы жерден аламыз. Мына бас жағы примерно осы жерден аламын жіпті. Кіргізем крючокты. Одан кейін жібімді тартып шығарамын осы жерден. И бір петля жасаймын, бір воздушный. Әрі қарай міне әр петляға мына жерде. Әр петляға бір столбик без накида. Мынау қысқа жіп арасына тоқып кетеді. Столбик без накида. Әр петляға біреуден тоқимын. Міне келесі. Осылайынан былай айналдырып тоқып осы жерге дейін келеміз. Мен соңғы жеріне келдім. Мен петляға, соңғы петляға тоқимын. Столбик без накида. Одан кейін мына жердегі бірінші петляға соединительный петля жасаймыз. Өткіздік, жіпті тартып шығамын мына жерге. Осы жерде осылайынан алып байлап тастасақ болады. Немесе жіпті қиып тастасаңыздар да болады. Мен осылай байлаймын. Дайындап алдық. Осылайынан. Мен примерно ортасы деп белгілеп алдым. Осылай белгілеп аласыздар. Содан кейін осы маркерден кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 петляға 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля мына жерге крючокты өткізіп, мына жақтағы жіпті аламыз да, бір жіпті тартып шығарамыз. Мына жерді қараймыз, қатты бос болып қалмау керек. Одан кейін бір воздушный аламыз. Енді крючокты былайынан, міне, обычно столбик с накидом тоққанда осылайынан ілеміз ғой. Енді былайынан міне алдыңғы жағынан ілеміз де, мына жерден бір петля тастап, екінші петляға
міне полустолбик крючокта 3 петля, міне үшеуін бірден өткіземіз. Қайтадан алды жағынан ілеміз накидті, тура жаңағы тоқыған жерге тағы да бір полустолбик тоқимыз. Осылайынан осындай полустолбиктан бізде барлығы 5 болу керек. Крючокқа накид ілеміз алдыңғы жағынан, міне қараңыздар. Одан кейін жерде бір петля тастап, екіншісіне полустолбик, міне крючокта 3 накид, үшеуін бірге. Қайтадан алды жағынан накид ілдім, тура сол жаңағы тоқыған жерімізге тағы да полустолбик, накид пен полустолбик. Крючокқа накид ілеміз, бір петля қалдырамыз. Одан кейін маркер тұрған жердегі петля, бір петлян қалдырғаннан кейін. Осы жерге де тағы да 2 полустолбик. Алдыңғы жақтан накид ілеміне қараңыздар осыған. Накид алдыңғы жағынан ілем, біреу тастайым, екіншісіне полустолбик, бір петляға 2. Одан тағы да бір петля тастайым, екіншісіне полустолбик накидпен. Одан кейін жерде бір петля тастап, екіншісіне столбик. Ешқандай міне жерде накид ілмеймін, біреу тастап, екіншісіне жай ғана столбик без накида. Жерде байлап тастасаңыздар болады жаңағыдай, болмаса осылай маркер қадап қоюға да болады. Біздің бірінші қатарымыз 1, 2, 3, 4, 5. 5 болу керек. Мына жерден жіпті былай алып барған кезде былай бірдей болып тұру керек. Менікі сәл қисық сияқты ма, или қалай? Егер сәл қисық болса, мен қазір мына жерден бір петляға былай қарай шегінем. Осылайынан, осы жерден бастап тоқимын. Тоқу барысы тура осылай бірінші қатарда 1, 2, 3, 4, 5 полустолбик болу керек осындай. Бірінші қатарымыз осылай тоқылады. Екінші қатарымыз тоқимыз. Бірінші қатарда осылай тоқып алдық. Екінші қатар тоқу үшін мына жібімізді осылай қарай шығарамыз. Әр қатарда осылай қарап отырыңыздар, бірдей болу керек осылай. Одан кейін тура мынаның жанындағы петляға, мына жерде петля қалдырмаймыз. Тура осының жанындағы петляға, мына жанында тоқып келдік, осы петляға крючокты өткіземіз де жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Мына жіпті қараймыз, қатты тартылып, қатты бос болып қалмау керек. Бір воздушный жасаймыз, одан кейін крючокқа алдыңғы жағына накид ілеміз. Алдыңғы жағына накид ілдім. Одан кейін мына жерде өз білініп тұрады. Осы жерге полустолбик, накид пен полустолбик 2 тоқимыз. Міне крючокқа алдыңғы жағынан ілдім. Толық аяқтамайым. Міне крючокта 3 петля тұр. Одан кейін мен келесі түсті жіпті қолданамын. Толық аяқтаған жоқпын. Келесі менде осындай түс. Міне бітіріп аяқтадым. Одан кейін мына жақтағына тоқып жатқан жібімізді барлығын, қараңыз, тоқып жатқан жіп барлығын осылай арасына тоқып кетеміз. Крючок тағы да алдыңғы жағына накид ілеміз де келесі мына жерде өзі білініп тұрады. Осы жерге полустолбик накидпен бір петляға 2 тоқимыз. Мынандай сирен түстен бізде 4 столбик болу керек осылайынан. Екіншісі әр петляға 2-ден алдыңғы жақпен накид ілемін. Соңғы міне 1, 2, 3, 4-шісі. 4-шісінде осылай аяқтамаймын. 3 петля тұр. Мына жіпті осылайынан ауыстырып қоямыз да, мына жақта серый жібімізбен ары қарай қатарымызды жалғастырамыз.
Одан кейін крючокқа накид ілдім. Енді мына соңғы жағында мына жерде тағы да бір осы жерге тоқимыз. Полустолбик накидпен бір петляға екеу. Екіншісін тоқыған кезде мына толық аяқтамаймыз. Крючокта 3 петля, мына жердегі маркердегі жіпті қосып алып бірге тоқитын боламыз. Крючокта 4 петля, мына жұмыс жібімізді осы төртеуінен бірдей шығарып аламыз. Мына жерде ешқандай мына жерде бір петля тастамаймыз. Тура осыны жанындағыға міне столбик без накида қатарымызды аяқтаймыз. Бізде екінші қатарымыз осылай шықты. Үшінші қатарда уже қызыл жіпті қосатын боламыз. Үшінші қатарымызға өту үшін мына жақтан алып келеміз сері жіпті. Мына жерде тура қасындағы петлядан ешқандай біреу тастап екіншісіне тоқымаймыз. Мына крючокты өткізсеңіздер өзі білінеді, мына жерде петля бар екен. Одан кейін тартып шығарамыз. Мынаны реттестіріп аламыз. Осыны тартып шығарып, бір воздушный жасап, крючокқа алдыңғы жағынан накид ілеміз де, мына жерден бастап тоқимыз. Бірінші полустолбик, міне накид алдыңғы жағынан, екінші полустолбик, толық аяқтамаймыз, өйткені келесі мынау түсті жіпті қосамыз. Бұны да мына жағын реттестіріп аласыздар. Қатты тартылып, қатты бос болып қалмау керек. Ары қарай мына жердегі жіптің барлығын бірге тоқып кетеміз, арасына осылайынан алып отырамыз. Алдыңғы жақтан накид ілемін, міне. Бірінші полустолбик, тура сол жерге тағы да полустолбик, екінші міне мына жерге сирен түстен. Толық аяқтамаймыз, қызыл түсімізді қосамыз қазір. Қызыл түсімізді алып осылайынан бекітеміз. Енді бір рет қызылмен тоқимыз осы жерге. Мынаның барлығын осылай алып отырамыз мына жерде. Алдыңғы жақпен накид ілеміз. Мына жерге полустолбик, тағы да бір рет тура осы жерге. Толық аяқтамаймыз. Келесі бізде сирен түспен ары қарай жалғастырып кетеміз. Қызыл жіпті осы жерден қиып тастасаңыздар болады. Ары қарай бізге қызыл жіп керек емес. Барлығын сиренмен тоқып кетеміз ары қарай. Полустолбик накидпен алдыңғы жақпен іліп отырмын накидті, міне. Тағы да бір қатар толық аяқтамаймын мына жерден. Мынаны былай қарай қойып, сұр түспен қатарды аяқтап, накид іліп, мына жерге соңғы петляны тоқитын боламын. Екіншісін тоқыған кезде толық аяқтамаймыз и маркердағы петляны бірге алып кетеміз. Одан кейін тура жанындағыға міне столбик без накида маркер қадаймыз. Төртінші қатарға өту үшін мына жақтан сұр түсімізді алып келеміз осылайынан. Тура жаңағындай жанындағы петлядан міне крючокты тартып шығарамыз. Бір петля жасаймыз. Мына жақтағы жіптеріңіз қарайсыздар, қатты тартылып бос болып қалмау керек. Әдеттегідей бірінші петлямыз жасап аламыз. Накид алдыңғы жақтан. Мынаны аяқтамаймын. Келесі
түсті қосамын осы жерде. Мына жерде мынау серый барлығын бірге тоқып кетеміз. Осы сирен түспен 6 полустолбик тоқуымыз керек узор бойынша. Мынау біреу міне бір жерге 2 рет тоқимыз. Екіншісі үшіншісі төртіншісі 5 мынау 6. Алтыншысында екінші рет тоқылған кезде міне толық аяқтамаймыз. 3 петля қалды крючокта. Енді жібімізді былай қоямыз да сұр түспен аяқтаймыз. Крючокқа накетіліп, міне алдыңғы жақпен накетіліп, мына жерде соңғы серый түспен қатарда әдеттегідей аяқтаймыз. Одан кейін мына жердегі жанындағы петляға столбик без накида. Бізде 4-ші қатарымыз аяқталды осылаймен. Ары қарай 5-ші қатарымызды тоқимыз. Мына серый түсті жіпті осылай қарай алып келіп, алдыңғы қатардағыдай бастаймыз. Тура жанындегі петлядан шығарып алдым осылай. Бір петля жасаймыз. Крючок алдыңғы жақтан накетіліп, міне бірінші, одан кейін екіншісінде толық аяқтамаймыз. Мына жіпті қосамыз. Одан кейін бұл қатарда бізде уже көзі қосылады. Қара жіппен қосуымыз керек. Сиреннен 2 рет тоқимыз осылайынан. Екіншісі толық аяқтамаймын міне. Одан кейін қара түсті қосамыз. Қара түсті осылаймен аяқтаймыз қара түспен. Мынаның барлығын бірге тоқып кетеміз. Мынау сұр түс, сирен түс барлығын бірге мына жерге бірінші көзін жасаймыз. Алдыңғы жақпен накид тоқимыз. Бір петляға 2 рет полустолбик накидпен. Мына жерде қараны тоққан кезде соңғысын, екіншісін тоққан кезде аяқтамаймыз. Келесі түсті қосамыз. Одан кейін міне қара барлығын алып, қайтадан сирен түспен тоқимын. Екінші тоқыған кезде сирен түсті толық аяқтамаймыз. Қайтадан екінші көзін қосамын. Қарамен тағы екінші көзін тоқимыз. Екінші рет тоқыған кезде тоже аяқтамаймын. Крючокта 3 петля. 3 петля. Одан кейін сиренді қосамын. Қараны осы жерден қиып тастасаңыздар болады. Қараның жұмысы аяқталды осымен. Ары қарай сирен түспен алдыңғы жақпен накидтелдім. Мына жерге сирен тоқимыз. Полустолбик накидпен алдыңғы жақпен ілем накидті. Соңғы жағында аяқтамаймыз. Осылай енді сұр түсті қосамын. Мына жақта
да міне соңғы жағын сұр түспен тоқитын боламыз. Біріншісін тоқып алдым, одан кейін екіншісінде толық аяқтамаймыз. Маркердағы жіпті қосып, крючокта 4 петля, 4-еуін бірге тоқып кетеміз. Одан кейін мына жерде бір петля қалдырып кетсеңіздер болады. Мына жерде чересчур тығыз болып кетті. Мына жер арасында осылай бір петля қалдырып тоқуға болады, тығыз болып кетпес үшін. Екі жағы міне бірдей. Көзімен аузын жасап алдық. Ары қарай енді тек қана 2 түспен тоқитын боламыз. Мына жерде қазір сериядан 2, одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 сирен түстен қосамыз. Бірінші мына жіпті аламыз мына жаққа қарай. Тура жаңағындай жанынан ешқандай жіп қалдырмадым қасындағы петлядан. Бір воздушный жасап аламыз. Мына жақта қараймыз жібімізді. Бір воздушный, одан кейін крючокқа алдыңғы жақпен накетіліп, мына жерге полустолбик накетпен. Тағыда мына жерге екінші сериямен тоқимын. Толық аяқтамаймын. Келесі түсті қосамыз мына жерде міне. Енді сирен түспен бізге керек 6 қатар тоқуымыз керек. 6 полустолбик с накидом. Бір петляға екеуден. Біреу тоқыдым, тағы да осы жерге. Біреу. Bir, iki, üç, 4, 5. Жіпті ауыстыратын кезде осылай толық аяқтамаймын. Крючокта 3 петля, одан кейін сері түспен. Түс осылайдан қалады. Ары қарай 2 рет сері түспен тоқимыз. Маркердің түріндегісін. Толық аяқтамай маркердегіні қосып бірге тоқимыз. Одан кейін тура қасындағы петляға столбик без накида. Келесі қатарда уже мынандай сериядан бізде 3 болу керек. Мына жаққа қарай алып келеміз. Әдеттегідей тура жанындағы петлядан шығарып аламын. Мына жақта қарайсыздар, тартылып кең болып қалмау керек. Одан кейін бір воздушный петля алдыңғы жақтан накетілеміз де, мына жерден бастаймыз. Нақыстырақ қояйын. Полустолбик накетпен. Біреу, екеу, үшіншісінде уже толық аяқтамаймыз. Толық аяқтамаймыз. Түсті қосамыз. Бұны да бұлай келтіріп аласыздар. Ары қарай тоқылып жатқан сұр түсті барлығын арасына тоқып кетеміз. Сирен түспен
5 рет тоқимыз ары қарай. 1, 2, 3, 4, міне 1, 2, 3, мына жерге 4, әр петляға 2-ден тоқимыз. Мынау 5-шісі міне. 5-шісін тоққан кезде соңғысын аяқтамаймыз. Міне крючокта 3 петля келесі түсті қосамыз. Сиренді осы жерден қалдырып, ары қарай сұр түспен 3 узор бойынша 3 рет тоқимыз. 1, 2, 2, маркердің жанына тура 3-шісі. Екіншісін тоққан кезде толық аяқтамай, маркердегіні бірге қосып алып кетеміз. Тура жанындағы петляға міне столбик без накидамен аяқтаймыз и маркерді қадап қоямыз. Ары қарай мына қатардамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сирен түспен 6 рет тоқимыз. Мына жақтан 3, одан кейін сиренмен 6, мына жақта 3. Келесі қатар тура жанынан аламын. Алдыңғыдағыдай шығарып аламын. Мына жақта қарайсыздар. Бір воздушный. Алдыңғы жаққа накид ілемін. Біріншісі. Бір петляға 2. Екіншісі. Үшіншісі. Үшіншісінде толық аяқтамаймын. Келесі түсті қосамыз. Бұны да реттестіріп аласыздар. Барлығын ортасына қосып бірге тоқып кетеміз. Сирен түспен бізде 6 столбик, полустолбик накидпен 1, 2, бір петляға 2 рет 3, 4, 5-ші, 6-шысын тоққанда ең соңғысын толық аяқтамаймыз. Келесі сері түсті қосамыз. Ана жіпті қалдырамыз да. Сері түспен 3 рет тоқимыз. 1, 2, 3. Мынау шығып тұр. Мына жердегі маркерларыңыз шығып кетпесін. Жіптеріңіз жоғалтып аласыздар. Маркердің жаніне 1, одан кейін тағы да 1. Осы жерден маркердегіні қосып біліп кетуіміз керек. Мына жерге тура жанындағы петляға столбик без накида. Тартып шығарамыз. Маркер қадаймыз. Келесі бізде уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 болса, уже құлақ жағына жағын тоқимыз. 3, ортасына 1, ана 3 деген сияқты. Аяқтан 3.
тағы да сұр түсті жібімізді алып келіп аламыз. Осылай қарай тура жанындағы петлядан шығарамыз әдеттегідей. Мына жақты қарайсыздар. Қатты бос, қатты тартылып қалмау керек. Бір воздушный крючокқа накид іліп, алдыңғы жақтан, міне, алдыңғы жақтан накид іліп, бірінші полустолбик, бір петляға екеу, екінші полустолбик, үшінші полустолбик, үшіншісінде екі толық аяқтамаймыз. Міне, келесі түсті қосамыз. Бұдан тоже 3 рет тоқимыз. 1, 2, бір петляға екеуден. Екіншісі узор бойынша. Үшіншісін тоққан кезде толық аяқтамаймыз. Сұр түсті қосамын. Жерге бір рет сұр түспен тоқимыз. Екіншісін тоққан кезде тоже аяқтамаймыз. Келесі түсті қосамыз. Жерден сериядан тура мына жақта қалай болды? Тура солайынан мына жақта да тоқып шығамыз осылайынан. Бір петляға екеуден. Үшіншісінде аяқтамаймыз. Толық сері түсті қосамыз. Аяғына дейін сері түспен барамыз. 1, 2, жерге тағы да 1, 2, маркердің жанындағыға 1, 2, маркердағы петляны қосып аламыз. Бірге тоқимыз. Міне, тура жанындағы петляға столбик без накида. Енді тағы да екі қатар. Егер сіздің табаныңыз үлкен размерде болса, менде мына жерде 32-33, сол себептен де құлағын осылай қысқартып қана тоқыдым да. Егер сізде үлкен размер болатын болса, онда үшеуліктен екі қатар, екеуліктен екі қатар, содан кейін барып біреуліктен бір қатар тоқсаңыз болады. Мен мына жерде үшеуліктен бір қатар, екеуліктен бір қатар, біреуліктен бір қатар тоқып, құлағын сәл ғана кішірейтіп тоқыдым. Өйткені менің табанымның размері кішкентай, сол себептен де осылай тоқып шықтым. Сіздер ұзартсаңыздар болады. Ары қарай келесі тағы да сұр түспен тоқимыз. Тура міне жанындағы петляға әдеттегідей өткізіп алып, жұмыс жібіміз тартып шығарамыз. Мына жақты осылай қарайсыздар. Бір воздушный, одан кейін крючокты накиділіп, осылай тоқимыз. Бір. Накиділгенде алдыңғы жағынан ілеміз, крючоктың алдыңғы жағынан. Соған мән беріңіздер міне. Сериядан бұл жерде менде 1, 2, 3, 4 рет тоққан екенмін. 2, үшіншісі, төртіншісін тоққанда аяқтамаймыз. Келесі түсті қосамын. Құлағына 2 рет серен түспен тоқимыз. 1, 2. Екіншісінде толық аяқтамаймыз. Сері түсті қосамыз міне.
бір, бір петляға екеуден екіншісі. Одан кейін сирен. Сирене екеу тоқимын. Аяқтамаймыз. Одан кейін сері түспен ары қарай аяғына дейін тоқып шығамыз. Сирен жіпті осы жерден қалдырсаңыздар болады. Бір, екі, үш, төрт. Маркердағы жіпті қосып тоқып кетеміз. Тура жанындағы петляға жақпен қарайсыздар. Столбик без накида. Соңғы бір қатар қалды менде. Сері жіпті былай қарай алып келіп аламыз. Мына жерден қазір мен біреу қалдырамда, екіншісіне тоқимын. Өйткені арасы тығыз болып кетіп жатыр. Менде мынау тапочкамның размері үлкен болған кезде, может мен біреу тастап екіншісіне тоқыр едім. Біреу тастап екіншісіне тоқсаңыздар, мынандай жерлер бүйтіп тығыз болмайтын сияқты. Мне кажется, мен табаным кішкентай болғаннан кейін солай тоқып жатырмын. Болмаса, біреуінде біреу тастап, екіншісінде тастамай солай тоқсаңыздар да болады. Осылайынан алып келеміз. Полустолбик накидпен, алдыңғы жақпен. Бұлай емес, міне алдыңғы жақпен накид. Мына жерде серийдан бізде 1, 2, 3, 4, тағы да біреуі, бесіншісі. Бесіншісін тоққан кезде толық аяқтамаймыз. Келесі түсті қосамыз, міне. Құлағына біреу тоқимыз мына жерде, мына түспен. Екіншісін тоққанда аяқтамаймыз. Келесі түсті қосып, осыны тоқимыз. Толық аяқтамаймыз. Ортада үшеу болды. 1, 2, 3. Одан кейін ары қарай сиренмен бір рет тоқимыз. Толық аяқтамаймыз. Осы жерден сиренді қиып тастасаңыздар болады. Ары қарай сиренмен тоқимыз. Жақта маркердағы жіп кетіп қалмасын. Бұл бізде соңғы қатарымыз.
мына жақта 5 болса, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жақта тура сондай 5 болу керек. 1, 2, 3, 4-шісі. Кейін ең соңғы 5-шісі маркердің жанындағы петляға тоқимыз. Полустолбик накидпен біреу, екіншісі. Кейін маркердағы петляны бірге тоқып кетеміз. Жаңа ана жақтан біреу тастадым ғой, бұл жақтан да біреу тастап, екіншісіне полустолбик без накида. Қатарды осымен аяқтаймын. Жіптерді қиып, жіпті осылайынан байлап, арасына жасап тастасаңыздар. Табанын кигіземіз. Жіптер маломерка болатын сияқты. Өйткені ішінен тоқылған ғой жіп. Оның үстіне жібіміз толстый жіп. Сол себептен де осындай кәдімгідей маломерка болады. Біздің қоян тапочкамыз тоқылып шықты. Осы размерге тоқсаңыздар, жіптен менде әжептәуір қалды. Серыйдан да, мына жіптен де. Міне осындай қоян тапочка тоқып шықтық. Мен видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.